Қуық жолына, жамбасқа, аяққа өте пайдалы жаттығу, әйел адамға да, ер адамға да жасауға болады. Керемет жаттығу. Техникасымен жасау керек, басында қиын болуы мүмкін. Ол үшін осы положениеде тұрамыз, міне, аяқ екі жақта. Біреулер былай түсуі мүмкін, біреулер түспеуі мүмкін. Онда ешқандай айырмашылық жоқ. Осылай қойдық, қолды айқастырдық. Міне осылай көтердік. Міне осылай 30 секунд, 1 минут. Дыхание, тыныс алу свободны болады. Міне осылай күнде сосын жайлап шапшаңдатасыз. Үйренген соң бірден сезінесіз уже. Қуық жолында, жамбаста керемет қан айналысы, өзгерістер болып жатқан. Көп аурудың алдын алады. Қуық жол ауруларының және еркектік қауқарлық дейді, соған керемет, және де әйел адам қатарда қуық жолына, жамбасына керемет пайдалы. Аман болайық.